Айта кету керек, жаңа заң жобасы бойынша аң аулау ережесін бұзғандарға қатысты айыппұл көлемі де артады. Тіпті айыппұл көлемін 4-5 есеге дейін арттыру көзделіп отыр. Мәселен, бұрын жеке тұлғалар үшін 50 айлық есептік көрсеткішке дейін, лауазымды тұлғалар үшін 150 айлық есептік көрсеткішке дейін болса, енді сәйкесінше 200 және 700 айлық есептік көрсеткішке дейін өседі. Жануарларды қатыгездікпен өлтіретін болса, онда ең үлкен қаралатын жауапкершілік бұрын 2 жыл болатын, қазір енді 5 жылға дейін оның жаңағы мүлкін конфискациялау болады, немесе конфискациясыз 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру дейтін мәселені біздер осы ұсыныс бердік. Айтпақшы, өткен аптада Сенат бірқатар өзгерісімен мәжіліске кері қайтарған жануарларға қатысты заң жобасы да осы күні қаралды. Мәжіліс Сенат енгізген түзетулермен келісті. Жануарларды жансыздандыру туралы шешімді ветеринариялық қорытынды негізінде қабылдау нормасы толықтырылды және өзге де түзетулер енгізілді. Жалпы алғанда мәжіліс қабылдаған заңның тұжырымдамасы өзгеріссіз сақталады.